Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеомызда жалпы комментарияда көп сұрақтар оқып шықтым. Жалпы сол ең көп сұрақтар неге терезенің іші жағы терлейді, терезенің ортасы буланып кетеді, оны қалай кетіруге болады деген сұрақтар қойылды. Сосын жаңбырдың суы көлкіп подоконникті су болып тұрады, ол неліктен деген сияқты сұрақтар қойылды. Көбінше осы сұрақтарға жауап беріп, жалпы двойной стеклопакет, тройной стеклопакет и стеклопакеттің түрлері жайында осы видеода түсіндіретін боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін көріп алыңыздар, соңына дейін қарап шықсаңыздар, жалпы қандай стеклопакет дұрыс болатынын білетін боласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Достар, бірінші сұрақ, терезенің ортасы буланып кетеді деген сұраққа жауап берген дейін. Жалпы терезенің іші, мысалы стеклопакеттің, мына стеклопакет, допустим, бұл тройной стеклопакет, қазір 3 стекло и ішінде 9-12 деген спейсер. Сол себепті размер 32 шығады мына жерде. Осының іші терлейді прям. Ол неліктен? Мысалы, сүртсең де кетпейді. Сыртынан да сүртесің, ішінен де сүртесің, ол кетпейді. Ол неліктен? Ол біріншіден силикагель салынбауы мүмкін. Мысалы, спейсер деген нәрсе, мына алюминий жылтырап тұрған, оның бәрі спейсер. Оның ішіне специальный өзінің силикагелі болады. Мысалы, терезе жасайтында түсінеді. Майда-майда порошок сияқты ұнтақ. Соны салынуы керек. Ол факторлардың біріншісі, екіншісі жалпы мына тиаколь дейді, мына клей. Осы дұрыс жағылмаса, конечно, бұның ішіне даже иенің ұшындай бір жер қалып кетіп, оның ішіне ауа кіріп кететін болса, ол кезде буланады да. Ол сүртсең де кетпейді. Оны не істеуге болады десеңіздер, оны ештеңе істей алмайсыз. Ол стеклопакетті алу керек, полный шашып тастау керек. Шашып полностью қайтадан новыйдан жеу керек. Новыйдан болғанда қалай, ол бір жыл сөйтіп буланып тұрған болса, ол сол күйі буланып кетеді. Ол терезе жарамсыз болып қалады. Ол кезде уже новый терезе жасауға тура келеді. Мысалы, буланды, сразу көрдің, мысалы, алып, сразу сүртіп, қайтадан жабыстырып, осылай стеклопакет жасауға болады. Ол екінші вариант. Мысалы, бізде стеклопакетке гарантиямыз бар, 1 жыл гарантия. Мысалы, 1 жылдың ішінде стеклопакеттің ішіне ауа кіріп буланып кетсе, біз өзіміз келеміз де тегін ауыстырып беріп кетеміз жалпы. Просто біз қазір таңда сенімді компаниялармен, Арси Групп, Стекломер деген сияқты мықты компаниялардың стеклопакет жасаймыз. Өзіміз қазір таңда стекло жасамаймыз. Тек қана сборка, монтаж жасаймыз. Стеклопакет сенімді компанияларға заказ береміз, гарантиясымен олар бізге жасап береді. Егер бірдеңе болған жағдайда өздері келеді, полный ауыстырып беріп кетеді, өздерінің қалтасынан әрине. Сол себепті стеклопакеттің іші буланса, ол бірінші очередь силикагель, сосын клей дұрыс жағылмаған болады. Мысалы, жаққан кезде мына жерде углдардан прям дұрыс жағылмайды, прям тесік пайда болады. Тесік деген сөз, ол тесіктен ауа кіреді, ауа кіргеннен кейін буланады, сонымен бітті ол. Енді екінші сұрақ, үйдің іші жағындағы стеклопакет неге терлейді деген сұраққа жауап беруге дейін. Ол жалпы ешқандай компания, достар, стеклопакеттің іші терлегеніне ешқандай компания негізі гарантия бермейді. Ол табиғи заңдылық. Оны қалай түсіндірсем, былай ғой, жалпы қыстың күні ғана ол проблема болады, жаздың күні ол ондай проблема ешқашанда болмайды. Қыстың күні мысалы бөлмеде температура ыстық болуы мүмкін, 20 или 30 деген сияқты. Сырт мұздай, контраст бола ма? Болады. Мысалы, іш ыстық, сырт мұздай, контраст болған жағдайда буланады, стеклопакеттің іші терлейді ол кезде. Ол ненің салдары екенін, ол неліктен олай болатынын қазір түсіндіріп беремін. Сөйтіп буланады, стеклопакеттің ішінің бәрі су болады, ол көріп жүрген жағдайларың шығар. Одан кейін ол су мына подоконникқа жиналады, подоконникқа жиналып, мына жердің бәрі су болады, мына жаққа қарай түсуі мүмкін деген сияқты да. Ол неліктен? Ол біріншіден ауа айналымы дұрыс емес үйде. Вентиляционный система дейді ғой, мысалы, үй салып жатқан адамдардың, мысалы, қателеспесем, көбі вентиляционный система көңіл бөлмейді. Үйде вытяжкалар жоқ, мысалы, ауа айналмайды. Мысалы, сложный замок біз не үшін предлагать етеміз постоянно? Давайте простой замок емес, лучше сложный замок алыңыз деген сияқты. Оны бір қымбатына қымбат простой замоктан, но бірақтан оның плюстары да бар да. Мысалы, қатты ысып кеткен жағдайда просто проветрить етуге болады, мысалы. Жоғарысын ашып қоясың. Я болмаса да, мысалы, ручканың осы күйі бір қойсаңыздар, ол шамалы ашылып тұрса да ауа айналады бұда жалпы. Жалпы достар, үйдің ішінде ауа айналым жақсы болатын болса, негізі ешқашанда стеклопакеттің іш жағы терлемейді. Ол іш жағы терлеген себебі ол контраст, ол табиғи заңдылық та, мысалы, іш қатты су или ыстық, сырт қатты мұздай деген сияқты ғой. Сол кезде контраст болады, сол кезде дымпыл болады, ауа айналмайды, содан кейін басталады булану, су жиналу деген сияқты. Негізі оның
алдын алуға болады. Жалпы біріншісі ол сложный замок қоюға болады. Шамалы приоритет болу керек, мысалы қатты ысып кеткен жағдайда. Оның екіншісі тағы мультифункциональный стекло деген бар. Мысалы оның сыртқы қабаты зеркальный болып келеді. Сыртқы қабатында прям мультифункционал пленкасы болады өзінің заводской. Ол мультифункционал деген примерно мына стеклопакет қой. Қазір бұл коттеджге мультифункционал шамалы зеркалкасы бар. Бұда вероятностьтар көп, мысалы. Бұл қыстың күні, допустим, іштегі жылуды іште ұстайды, жаздың күні сырттағы ыстықты ішке өткізбейтін функциясы бар, мысалы. И осындай стеклопакет болатын болса, ол кезде обычный стеклопакет қалғанда вероятность жоғары. Мысалы, ондай буланып, іші буланады деген, прям іші терілейді деген. Внутри помещения қатты ыстық болса да. Сол себепті осындай стеклопакет қойсаңыздар болады, болмаса сложный замок, болмаса вентиляционный клапан дегендер бар, жоғарыға створкаға қойып қояды. Вентиляционный клапанның плюсы ол осы жабық күйінде шамалы бүйтіп ашып қойсаңыз, ауа кіріп тұрады жоғарыдан. Оны бір басқа қалаға, мысалы үйіңіз басқа қалаға кетіп барасыз бір айға, допустим, соларды ашып кетесіз, үйде ауа айналып тұрады. Ауа айналымы жақсы болса үйдің ішінде грибок, сырость деген нәрсе болмайды. Ауа айналымы дұрыс болмаса, конечно, ол басталады да, сырость болады, грибок, откостардың шеттері көгеріп деген сияқты. Стеклопакеттің іші терлеп. Ол достар негізі қыстың күні ғана болады, жаздың күні ешқашанда болмайды, терезеден проблема. Сложный замоктың ондай жаңа клапан деп атым ғой. Егер үйде болған жағдайда осы күйі қойсаңыздар, ол шамалы ашылып тұрады жоғарысы уже. Мына жандарды ашылып тұр уже, қазір қолым прям кіріп кетеді. Бұл жерден ауа өтіп жатады. Сол себепті негізі ауа айналым дейді ғой. Үйдің ауа айналым вентиляционный системаны дұрыстасаңыздар, ондай проблема болмайды. Бізге де сұрақтар көп келеді. Іші терлемеуіне гарантия бересіңдер ма деген сияқты. Жоқ, достар, біз ондайға гарантия бермейміз. Ондайға ешқандай компания гарантия бермейді. Ол табиғи заңдылықта, контраст. Оған ешқандай гарантия жоқ. Оның шешімдері сол ғой. Сложный замок қоясыз, я болмаса мультифункциональный стекло қоясыз деген сияқты. Жақсы бір температура ұстап отыру керек қой. Үйді қатты ысытып жіберуге де болмайды да. Элементарный, мысалы, баняларда болады ғой, мысалы қатты іші пар ыстық, мысалы салқын болады. Сол кезде парларда қарасаңыз прям су жиналып жатады, су ағып жатады, терлеп жатады, сол сияқты ғой. Элементарный машина айдап жатсаң да, мысалы, сыртта жаңбыр жауып жатқан кезде буланып кетеді ғой терезелеріміз, балабой бәрі. Ол да сол контраст да. Мысалы, ауа айналым жоқ іште, содан кейін сөйтіп буланады. Жалпы сол, достар, түсіндіре алған болсам, өте қуаныштымын. Егер сұрақтарыңыз болса, жалпы қойсаңыздар болады. Жаңа стеклопакет жөнінде түсіндіріп кетемін дедім ғой, жаңағы двойной стеклопакет дұрыс па, или тройной стеклопакет дұрыс па? Оған да тоқталып кетейін. Жалпы терезе таңдаған кезде двойной стеклопакет ол қазір түсіндірейін. Ол мысалы 2 стекло болады. Оның ішінде 16 деген спейсер болады негізі. Алматыда базовый 16-ны қолданады. Шымкентте негізі қателеспесем 20 пакет жасайды. Алматыда строго ең азы 24 пакет жасаймыз мысалы. 24 пакет деген мынандай примерно ширина мына стеклода мына жерге дейін 24 сантиметр болады да. Ол двойной стекло пакет деп аталады. Двойной мен тройнойдың айырмашылығы не? Ол жерде тройнойға 3 стекло болады. Оның үстіне бұл тройной ауыр болып келеді. Бұда шумизоляция мықты болады. Екіншісі үйді температураны жақсылайды. 3 стекло. Чем двойнойға қарағанда. Мысалы, көп клиенттерімізге пролайт етеміз. Ой, бізге Алматы қатты бір аяз дейсің ба, қыстың күні қатты суық болмайды ғой деген сияқты клиенттер айтады. Ондайларға қатты түсіндірмейміз. Егер реально былай қайсысы дұрыс десе, біз барынша түсіндіріп беруге тырысам да. Ол по-любому разница, мысалы, бір коттеджі, осы коттеджі примерно біз двойноймен есептеп бердік бастапқыда. Двойной мен тройнойдың айырмашылығы бір 100 000 теңге болды да. 100 000 теңге мен клиентке түсіндірдім. Тәте жалпы 100 000 теңге сіз арзан болуы мүмкін, обрақтан 100 000 теңге переплачивать ететін болсаңыз, алдағы уақытта терезелеріңіз мықты ашылып жабылады. И үйіңізде жылу жақсы тұрады, шумизоляция жақсы болады деген сияқты. Ол 100 000 теңге төлейсің, үстіне төлейсің, зато сенде мықты терезе тұрады да, тройной деген сияқты. Ол двойной терезе стекло, мысалы, рамаға қойсаң, жеңіл ашылып жабылады да. А тройной қойсаң, ауыр ашылып жабылады. Элементарный машинада дұрыс па? Мысалы, біз обшумка жасадық, бірдеңе жасадық деп атамыз ғой, есіктеріне прям шумизоляция жасадық деп бір ауыр полный шешіп тастайды да, ішіне бір какой-то өздерінің бірдеңелерін қояды ғой. Сөйтіп қойғаннан кейін есікті жабатын болсаң, қатты ауыр болып жабылады да, тық деген сияқты. Бұл жерде дәл осылай да. Мысалы, терезеге де егер тройной стеклопакет салатын болсаңыз, бұның ашылып жабылуы прям
керемет болады да, мысалы мына қазір ауыр терезе болмаса Луко деген средний Б санатына жататын профиль. Бірақтан біз бұған тройной стеклопакет и мультифункциональный стеклопакет қойып мықты терезе қылып жасап жібердік та қазір еще жабылып ашылғанда кереметтей ашылып жатыр да. Прижимдары өте мықты и өзі мысалы терезенің өзі ауыр кәдімгідей. Сол жалпы негізі есептеткен кезде расчет екеуімен де есептеп көріңіздер. Егер сіздерге қатты қиын болмайтын болса, бір 50 мың, 100 мың, там 20 мың теңге разница болатын болса, лучше тройной пакет қойған дұрыс та. Сіз қазір двойной қойдыңыз, оны тройнойға ауыстырғыңыз келетін болса, бір-екі жылдан кейін ол кезде двойной шығым болып кетесіз да. Сіз ол жаңағы 100 мың теңге емес, ол 2 есе, 3 есе оны төлеп тастайсыз да. Оның штапигі ауысады полностью, размер өзгергеннен кейін. Терезеде сондай ғой, мысалы размер өзгерді ма стеклопакеттің, штапиктер кішірейіп отырады түрлері. Сол себепті терезе заказ берген кезде бір шешімге келу керек те, мен двойной қоямын или тройной деген сияқты. Жалпы достар, осы видеомда түсінікті болатын болса, түсінген болсаңыздар өте қуаныштымын. Егер алдағы уақытта сұрақтар болса қойсаңыздар болады. Бар біліммен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.